Қайырлы күн. Бүгінгі видеода біз сіздермен қалай кино арқылы тілдерді үйренуге болады, осы жайында айтамыз. Пример ретінде мен Қытай тілін алып көрсететін боламын. Курсқа бармай-ақ, еш жерде оқымай-ақ, расында кино арқылы білдей бір тілді меңгеріп алуға болады. Оған мен өзім дәлелмін. Қалай кино көрген кезде тіл шынымен де миға қонады және қандай тәсілдерді қолдануымыз керек, осы жайында айтамыз. Міндетті түрде жазып, осы нәрсені қолданыңыз, нәтижесі сізді көп күттірмейді. Кеттік ендеше. Ең бірінші біз фильм көрген кезде оны тек қана просто көрмейміз, біз оны түсінуге тырысамыз. Бұл бірінші шарты. Екінші, барлық не айтылып жатқан сөздің барлығын түсінуге тырысудың керегі жоқ. Өйткені бастапқы кезде, енді сіз бастап жатқан кезде барлығын бірден түсіну, оны қабылдау миға өте қиынға соғады. Одан да кішкене аз-аздан аударған дұрыс. Мысалы, сіз бір сериал көріп жатсыз дейік, немесе бір мультик көріп жатсыз дейік, сол мультикте айтылған сөздің барлығын аудармай қойыңыз, бір отрывын ғана аударыңыз, яғни 1 минуттың ғана, немесе бір 2 минуттың ғана, осының өзі жеткілікті болады. Әр кезде өйстіп аударған кезде сіз сол 1 минуттың, 2 минуттың өзінен қаншама сөздер үйренетін боласыз. Келесі, мен уровеніме қарай фильм таңдауым керек, немесе сериал таңдауым керек деген түсінік жоқ. Сіздің уровеніңіз қандай болса да, сіз бастай берсеңіз болады. Прям 0 болса, егер 0, мен алфавитті білмеймін дейтін болсаңыз, бірінші алфавитті меңгеріңіз. Алфавиттерді үйренгеннен кейін сразу уже фильмге кірісе берсеңіз болады. Фильм арқылы реально үйренсеңіз болады. Мен өзім бастаған кезде вообще сөз білмейтін тұғым қытайша, бірақ тек қана алфавитті білетін. Солай бастап шынымен осы фильмнен көп нәтиже көрдім. Қызық бір сериалды пример ретінде көрсетемін. Тағы да бір айта кететін нәрсе, бұл сериал негізінде сізді қызықтырған дұрыс. Сюжет егер қызық болса, сіз оны до конца көретін боласыз. Сондықтан осы нәрсе де өте маңызды. Және минустарын да айтып кетейік фильм көрудің. Бірінші минусы, сіз вообще түсінбейтін боласыз. Өте түсініксіз болады, и содан қорқып кетпеңіз. Бұл нормальный нәрсе. Екінші нәрсе, қандай еді да? Бірінші фильм көретін кезде ең бірінші этап біз не айтып жатқанын түсінуіміз керек. Яғни шамамыз келгенше аударып түсінуге тырысамыз. Не айтты, я? Осы айтқанда аударуға тырысайық. Егер сіз мысалы Қытай тілін үйреніп жүрген болсаңыз, біз оны иероглифтарды танымайсыз, қалай не қыламыз? Видеоны қайта-қайта артқа қою арқылы, мысалы, неке стопқа қоясыз. Нерде қандай иероглиф жазған көру үшін копировать дегенді басамыз. Енді біз словарға кіреміз. Мен өзім жақсы көретін словар, бұл БКРС, да БКРС деген словар, осыны қолданып көрсеңіз болады. Жеке-жеке аударып берді, және мына жақтан соңында тағы да бұл фраза күйінде де аударып берді. Енді кеттік. Йоу, чығы бияума дейді. Йоу дегеніміз бұл бар деген сөз. Чығы дегеніміз этот деген сөз. Бияу деген необходимость дейді. Ма дегеніміз бұл сұрақ қоятын кезде қолданады. Йоу, чығы бияума. Яғни бұның қажеттілігі бар ма? Бұл жақта жасау қажет па деген сияқты. Мына жақта мінекей барлығының бұл фразаның аудармасы да тұр. Осы жердегі аудармасынан да қарасақ болады. Келесі этап айтып болғаннан кейін YouTube-ға кірейік. Келесі этап айтып болғаннан кейін біз бұны жазамыз. Міндетті түрде жазуымыз керек. Қандай тіл үйреніп жатсаңыз, сіз ағылшын тілін үйреніп жатсаңыз, корей тілін үйреніп жатсаңыз, міндетті түрде жазыңыз. Жазған кезде бұл өте жақсы есте қалады. Осы иероглифтердің барлығын мен мысалы жеке-жеке жазып шығамын. Мен үйренген кезде мен бұны карточкаға жазған болатынмын. Қазір біраздан кейін карточканы қалай қолдану керек екенін көрсетемін. Карточкаға жазып болғаннан кейін үшінші этап біз бұны қайта-қайта айтуымыз керек. Яғни оны қалай айтты, произношениені келтіруіміз керек. Ол үшін YouTube-тан мынандай видеоны медлительный қылып, жай қылып қойып, актердің произношениесін тыңдасақ болады. Мінекей. Тағы да көрейік. Йоу, чығы бияума, йоу, чығы бияума, йоу, чығы бияума. Неке осылай актермен қайта-қайта ілесе отырып айту арқылы біз Қытай тілінде тондарды келтіреміз. Бұны бізде shadowing техникасы деп айтады. Яғни көлеңкесі бол дейді. Бір нәрсеге ілес, біреуге елікте деген сияқты мағынада айтылған. Біз сол қытайларға еліктеу арқылы, осы фильмде сөйлеп жатқан актерларға еліктеу арқылы действительно произношениемізді өте күшті деңгейге келтірсек болады. Произношениені жақсартудың ең бірден бір жолы сол актерға еліктеп, тура сол сияқты айтуға тырысу. Сол кезде сіздің произношениеңіз жақсарады. Басқаша бұны жақсартудың жолдары жоқ. Сондықтан міндетті түрде актер қалай айтты, мұқият тыңдаңыз, и одан кейін барып тура сол сияқты қайталаңыз. Сол кезде сізде произношениеңіз күшті болады. Йоу, чығы бияума, йоу, чығы бияума. Келесі этап енді произношениені жөндеп болғаннан кейін бұны біз қайта-қайта айтамыз. Осы произношениемен айту бірге жүреді.
оны жай іштен ғана үйреніп құр жазып қана қоймаймыз, міндетті түрде біз тілді сындыруымыз керек. Қараңыздар, тіл үйренген кезде любой тілде мына әріптердің орналасуы басқаша. Мысалы бізде қазақ тілінде мүлдем басқаша, Қытай тілінде мүлдем басқаша. Біреуінде тіл артқа кетеді, кейбір әріптерді айтқан кезде, біреуінде былай бұралады деген сияқты, қайырылады деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде біздің аузымыз, тіліміз, жағымыз барлығы сол үйреніп жатқан тілдің алфавиттеріне, дыбыстарына біздің тіліміз, аузымыз, бетіміз төселу керек. Сондықтан міндетті түрде айтамыз: йоу, жігі бияума, йоу, жігі бияума. Егер қолыңыздан келмей жатса, прям 10 реттен айтсаңыз болады. Йоу, жігі бияума, йоу, жігі бияума, йоу, жігі бияума. Окей, молодец, күшті жаттадық. Келесі этап осыны қайталау. Неке қараңыз, примерно мен осы фильмнің айтайық 30 секундын немесе 15 секундын ғана аудардым дейін. Енді аударып болғаннан кейін оларды мен қайталауым керек. Мен қайталамайтын болсам, олар мен есімнен шығып кетеді. Қайталау тәсіліне мен кеңес беремін, интервалды қайталау дегенді. Ол қандай қайталау дейтін болсаңыз, мысалы сіз бүгін карточкаға осы сөздерді жаздыңыздағыны жазып болғаннан кейін бір айттыңыз да қойып қойдыңыз. Шамамен 6-7 сағат өткеннен кейін қайттан қараңыз. Қайталаңыз. И тағы да 7 сағат өткеннен кейін тағы да қараңыз да қайталаңыз. Немесе жатар кезде, таңертеңгі уақытта, әсіресе примерно аралығы 6-7-8 сағат болса да бола береді. Сөйтіп қайталаған кезде ол сөздер естен шықпайтын болады. Мінекей осы 4 этапты жасауымыз керек. Енді давайте мен сіздерге жаңағы карточка тәсілін көрсетейін. Қараңыздар, бұлар мынандай карточка. Мен карточка тәсілін қалай қолдануға кеңес беремін. Бірінші, сіздер сөзді үйренген кезде жаңағы сөзді алайық қайттан, еу-жігі бияума деді. Бияу деген сөзді нерге қояйық, яғни необходимость деген сөзді. Сөйтейік тағыны, мына жаққа ол сөзді қалай қолданылу сөйлемін жазамыз. Переводын жазбаймыз. Переводын сіз өзіңіз білсеңіз болды, сіз ұмытып қалмайсыз оны, уайымдамаңыз. Мына жаққа сөйлем жазамыз, мына жаққа сөз жазамыз. Ешқашанда сөзді переводымен отырып жаттамаңыз. Ол не актуально. Сөзді міндетті түрде оны қолданылу ретімен жаттаңыз. Осылайша сіз бір оқпен екі қоянды атасыз. Сөзді үйренесіз және оның қолданылу реттілігін үйренесіз. Қолданылу реттілігі дегеніміз бұл грамматикасы деген сөз. Грамматиканы отдельно отырып үйренудің керегі жоқ. Осы сөзбен бірге үйреніп жатқан кезде бірге үйреніп кетесіз. Сол кезде сіз грамматиканы бүйтіп мыжып отырып үйренбейсіз да. Ол как-то сама по себе өзінен өзі үйренілетін болады. Сондықтан мына жаққа бияу деп жаздық, необходимость деген сөзді мен білемін, яғни қажеттілік екенін білемін. Оның қажеттілігі бар ма дейді, оны жасау керек па деген сияқты, керек деген сияқты мағынаны білдіреді. Мағынасын миымда білемін. Енді мына жаққа оның сөйлемін жазамын. Йоу, жігі бияума, иероглифпен жазамын. Қасына пининді жазбай, егер қатты есімнен шығып кетеді дейтін болсаңыз, пинин жазсаңыз болады. Бірақ мен кеңес беремін пининді жазбауға. Өйткені біз әр иероглифті 3 реттен жазған кезде, әр иероглифті бір қатардан немесе екі қатардан жазған кезде сіз автоматически иероглифті ұмытпайтын боласыз. Көрген кезде ұмытпайтын боласыз. Я, жазған кезде ұмытуыңыз мүмкін, ол нормальный нәрсе. Даже қытайлардың өздері иероглифтің жазуын ұмытып қалып жатыр. Біз шетелдікке енді ол прям шарт емес. Сондықтан сіз ең басты иероглифті көрген кезде танысаңыз болды. Окей, мен жаздым бір шетке қойдым. И қалған фразаларды, қалған сөйлемдерді жеке-жеке жазып шығып, соларды қайталауды ұмытпаймыз. Именно қайталаған кезде және күнделікті жарты сағаттан осылай үйренген кезде сіз Құдай қаласа 3 айдың ішінде кәдімгідей бір деңгейде үйреніп шықсаңыз болады. Қарай, енді осы фильмді тағы да кішкене отрывогын аударып көрейік, мына кетті. Тонилаугау деді. Тонилаугау. Актердің айтқан естідік. Мына қандай иероглиф екенін білмейміз. Ішінде бірақ иероглифті танып тұрмын. Дегенді ғана біліп тұрмын. Мен деген басқасын білмеймін. Допустим, сондай дейік. Енді біз қайтадан бұны көшіреміз. Мен оқыған кезде бұлай көшіру функциясы болмаған еді. Ол кезде бұндай телефондар қолданбайтынбыз. Біз көбінесе кнопочный телефон қолданатынбыз. И сондықтан бұл өте күшті мүмкіндік. Мен прям әр иероглифтің қалай жазылып, иероглифті көремін, бірақ оқи алмай өте қатты қиналып, көп адамдардан сұрап жүретін. Сондықтан сіздердің қазір қытай тілін үйренетін болсаңыздар, прям барлық мүмкіндік бар. Бізге мына сөзді аудару керек. Тура жаңағыдей Google переводчикқа кіремін да, мына жердегі сөзді аударуға тырысамын. Так. Копировать дегенді басамыз. БКРС-ға кіреміз. Кеттік. Мінекей, біріншісі деп оқылады екен, не жерде пинин тұр. Мен дейді. Тоңи. Яғни мен келісемін деп тұр. Тоңи дегеніміз келісу. Лаугау дегеніміз бұл жерде адамның аты. Тоңи лаугау. Мен лаугаумен келісемін. Тоңи лаугау. Окей, мағынасын түсініп алдық. Бұл жерде не айтылған? Екінші, енді достар, мен бір нәрсе айтып кетейін. Мағынасын түсіну қиын, ерде қиын иероглифтер ғой деп одан қорықпаңыздар. Расында да маған басында көрген кезде
вообще қиын сияқты көрінетін, мен қалай үйренемін мыналар деп. Бірақ шынымды айтайын, көз қорқақ қол батыр деген рас екен. Как-то өзіңнен өзің күнделікті өйстіп бір 30 минут көру арқылы кәдімгідей түсіне бересің. Одан кейін тағы да бір қызық фишка бар. Мысалы сіз көріп қойған сериалыңызды, бір сериалға мысалы сіз бір айталық 1 минут разбор жасадыңыз, ертеңіне сол сериалды тағы көріңіз, ары күні тағы көре беріңіз. И көре берген кезде ана сөздерді, иероглифтерді көре бергеннен сіз уже айта алатын боласыз, ұмытпайтын боласыз, и қолдана алатын боласыз. Сондықтан сериалдың осы жағы өте маңызды. Тони Лаугау дейді. Біріншісі біз түсіндік, мағынасын түсіндік. Мен Лаугаумен келісемін деп тұр. Келесі енді біз оны жазамыз, карточкаға жазамыз. Мен давайте қазір жазып көрсетейін, қалай тұратын. Карточкаға жазған кезде қалай тұрады? Мына жаққа мына тоңи деген иероглифті жаздым, келісемін деген иероглиф жаздым. Мысалы сіз ағылшынша фильм көрдіңізде тоже қандай сөз үйрендіңіз, сол сөзіңізді жазып қоясыз. Тоңи деп жаздым, енді мына бетіне соған құраған сөйлемді жаздым, фильмде айтылған сөйлемді жаздым. Тоңи Лаугау, тоңи Лаугау, мен Лаугаумен келісемін. Иероглифті жазу өте маңызды. Біз жазған кезде ол біздің есімізде қалады. Бірақ жазу деп парақтап иероглифті жаза берудің керегі жоқ. Жеткілікті 2 қатар жазсаңыз иероглифті, соның өзі жеткілікті. Главное, біз оны оқыған кезде танысақ болды. Мағынасын түсіндім. Екінші енді иероглифтерді жаздым. Үшінші енді айтамын. Қалай айтты актер, соған еліктеймін. Тоңи Лаугау, тоңи Лаугау, тоңи Лаугау, мінекей өстіп айтты, тоңи Лаугау. Тыңдаймыз. Тоңи Лаугау. Егер тез версиясын тыңдағыңыз келсе, жаңағы жерден ауыстырсақ болады. Тоңи Лаугау, тоңи Лаугау, тоңи Лаугау, тоңи Лаугау. Қайта-қайта айтамыз. Қайта-қайта айтамыз. Бетіміз үйренсін, құлағымыз да үйренсін, өзіміз де үйренейік, чтобы ертең қытайлықтарды көрген кезде спокойно айту үшін. Сіз ойламаңыз, мен қазір өйстіп жаттап аламын, қытайлықтарды көрген кезде есіме түседі деп. Жоқ, ондай емес. Біз қайта-қайта айтқан кезде ғана, біз қытайлармен сөйлесіп жатқан кезде ол біздің есімізге түседі. Фишка осыда. Сен қайта-қайта айтқан кезде ғана сен керек кезде оны қолданасың. Сен оны айтпайтын болсаң, сен оны қолдана алмайсың. Мына ауыз үйренбеген. Осы жерде енді біз басқа да техникалар бар. Бір екеуімен бөлісіп кетейін. Тоңи ни, мен сенімен келісемін. Тоңи ни, немесе жай ғана мен келісемін деп айтсақ та болады. Тоңи, солай да сөйлем құрап көрсеңіз болады. Яғни тек қана фильмге қатып қалудың керегі жоқ. Бірақ енді бастапқы уақытта біз ондай қатты көп сөз білмейтін кезде, сөздік қорымыз жоқ кезде, грамматиканы білмейтін кезде осылайша үйрене берсеңіз болады. Айттық, жаздық, түсіндік, келесі этап оны интервальный повторение, яғни қайталаймыз. Карточканы бір шетке қоямын, 7-8 сағаттан кейін осыны қайталаймын. Міндетті түрде. Одан кейін тағы да қайталаймын, и одан кейін тағы да қайталаймын. Сол кезде ол менің есімнен шықпайтын болады. Жақсы достар, мен қытай тілі бойынша кәдімгідей көрсеттім сіздерге қалай жасау керек екенін. Енді келесі ағылшын тілінен көрсетейін. Мен қазір өзім тура осы техниканы қолданып жүрмін. Яғни өзім басында қытай тілін үйренген кезде қалай үйренсем, дәл солай ағылшын тілінде үйреніп жатырмын. Ендеше бір ағылшынша видеоны көрсетейін. Мен айта кетейін, мен ағылшын тілінен ешқайда курсқа бармаймын. Осылай самостоятельно үйде әртүрлі видеоларды көру арқылы тек қана 30 минут қана уақытымды кетіремін. Одан көп кетіре алмаймын. Одан көп кетіретін болсам, ол миға да кірмейді, уақыт тығыз, тем более семейный адамға. Сол үшін 30 минут уақытты осылай карточка арқылы үйренемін сіздерге. Қазір бір видеоны талдап көрсетейін.